Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен тағы да кезекті әдемі икра салатын жасаймыз. Бұл салаттың ерекшелігі, кішкентай балаңыз болса, өте керемет салат екен. Себебі балалар көбінесе ішіндегі ірі болып жүрген сәбіз, помидор, сондай нәрселерді, болгарский дегендерді жегісі келмейді. Ал бұл салаттың ерекшелігі барлығын жуып тазалап, ет тартқыштан өткізіп жасаймыз. Және де жасай отырып біз кезекті кереметтей өте мәнді қиссамызды баяндаймыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Мұса мен Қызыр. Мұсаға Алла көп ілім берді, сансыз мұғжиза нәсіп қылды. Кітап түсіріп, дана етті. Рухани ілімнің шарапатынан Мұсаның көңілі шалқыды. Ол бірде: "Уа Алла, сенің ілімі менен асқан құлың бар ма?" деп сұрады. "Әлбетте бар. Парсы мен Рум дариясы тоғысқан жерге барсаң, менің бір Қызыр есімді құлымды табасың. Сен содан сабақ ал", деді. Мұса пайғамбар таң қалып, Қызырды көргісі келді. "Оны қалай табам?" деді. "Дорбаңа бірнеше балық салып ал. Ол балық қай жердің суында тірілсе, сол жерде Қызырмен жолығасың", деді. Мұса жолға шықты. Темір таяғы тебендей, темір етігі теңгедей болғанда қос дария тоғысқан жерге келді. Балықтар осы жердің суында тіріліп жүзіп кетеді. Қызырды сол жерде кездестірді. Мұса ішінен "Мына шалдың менен қай жері артық?" деп ойлады. Сол кезде бір шымшық ұшып келді де екеуінің ортасына бір тамшы су тамызды. Қызыр жымиып күлді. "Мұса, неге күлдің?" деді. "Жиған терген ілімің тамшыдай ғана дегенін ишаралап тұр", деді. Мұса: "Онда теңіздей біліміңді көрсет, мен шәкірт болып саған ерейін", деді. "Менен ілім үйрену үшін сабыр керек. Мен кейде ақылға сыймайтын іс жасаймын. Сол кезде тағат қылып, ақырын күт. Артық сұрақ берме. Шартты 3 рет бұзатын болсаң, сапарымыз тәмам", деді. Мұса келісті. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүрген соң бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырдың танысы екен. Одан ақ алмады. Біраз жүргеннен кейін Қызыр қолына балта алып, кеменің түбін тесті. Кеме қисайып, жүзуі нашарлады. Мұса шыдамай, ақы алмаған жақсы адамға "Неге қастық қылдың? Мұның не?" деді. "Ештеме сұрамаймын деген уәдең қайда?" деді Қызыр. Мұса уәдесін ұмытқан үшін кешірім сұрады. Кеме әзер дегенде жағаға жетіп, бұлар түсіп қалды. Кеме қайта жүзуге жарамай, қайраңда қалып қойды. Сапар жалғаса берді. Бір ауылға кіргенде ойнап жүрген бір топ балаға кездесті. Қызыр ойланып жатпастан әлгі балалардың біреуіне у беріп өлтірді. Мұса ашуланып: "Бейкүнә баланы неге өлтірдің? Ол саған не жазды?" деді. "Уәде қайда, Мұса?" деді Қызыр екінші рет. "Енді сұрамаймын", деп Мұса кешірім сұрады. Сапар қайта жалғасты. Жүре-жүре бір ауылдың үстінен түсті. Бірақ жолаушыларды жан баласы қонақ қылмады. Екеуі шарасыз кетіп бара жатып, қабырғасы құлайын деп тұрған қораның жанына кеп тоқтады. Қызыр қораның қабырғасын түзеп, қалпына келтірді. "Мұса, бұл ауыл бізді не қондырмады, не дұрыстап сыйламады. Ал сен бөтеннің қорасын жөндеп жатырсың. Не үшін?" деп ренжіді. Мұса уәдесін 3-ші рет бұзған соң Қызыр оған: "Мұса, осымен сапар да, сабақ та тәмам. Бұдан артық сені ертіп жүре алмаспын. Сен Алланың хикметті істерін ұқпайтын надан екенсің", деді. "Надансың" дегенге Мұса шамданып қалды. Қызыр сөзін әрі жалғап: "Енді бәрінің сырын баяндайын. Әуелі кемені қиратқаным, сол елдің патшасы көрші елге соғыс ашып, кеме жинап жатты. Енді жандайшаптар кедей танысымның жүзуге жарамсыз кемесін алмайды. Соғыс біткен соң досым кәсібін жалғастырады. Екінші, өлген баланың әке-шешесі момын адамдар, ал бала бұзақы болып өсіп келе жатты. Ол ер жеткен соң ата-анасын, ауыл аймағын қан қақсататын қаныпезер болмақ еді. Алла тағала момындарды аяп, баланы маған өлтіртті. Үшінші, бұзылған қораны жөндегенім, ол аулада 2 жетім бала өсіп келе жатыр. Қабырғаның астында балаларға аталары мирасқа қалдырған алтын, күміс, көмілі жатыр. Қабырға құласа, қазына шашылады. Ел жұрт талап жетімнің ақысын бермей кетеді. Алла жетімдердің мирасын өздеріне сақтауға әмір берді.
Екі бала ер жеткенше қабырғаны құламайтын етіп жөндедім. Мен осы істің бәрін Алланың қалауымен ғана жасадым деді. Алла алдында айыпты бұл істердің сырын енді түсінген Мұса көңілі өсіп, өзін асқан білімдар санап, Алла алдында айыпты болғанын ұғады. Қоштасар сәтте Қызырға ізет көрсетіп, іліміңіз шынымен артық екен, маған ақыл беріңіз деп қолқа салды. Сонда Қызыр, бірінші шексіз ілім Аллада ғана болады. Екіншіден, кісіні киіміне қарап қорсынба. Үшінші, ақылың ашуыңа шолғыншы болсын. Төртінші, әр істің соңын бір Алла ғана біледі. Алдын ала кесіп пішіп, асығыс пәтуа айтудан сақтан деді. Осыдан бастап ел арасында Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді деген сөз қалыпты. Ал достар, мінекей біздің қиссамыз тәмам. Міне біздің кереметтей икра салатымыз да дайын. Менің видеоларым, қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз.